Бір ұл, екі қызым бар. Қыздарды құтты жеріне қондырып болған соң, арада бір жыл өтпей ұлымызды үйлендірдік. Жалғыз ұл болған соң, келінім босағамды аттаған күннен ақ қызымдай қабылдадым. Басына орамал тақпай-ақ үйде емін еркін жүрсін деп әу баста рұқсатымызды бердік. Бізді жатсынбай келінде алғашқы күннен ақ мені үй тірлігінен босатты. Үйдің де, түздің де жұмысын атқарып үлгеретін келінімізге дән риза болдық. Біздің бақытты жүзімізді көрген ұлымызда да қуанышты еді. Осылайша күндерді айла жалғап, уақыт өтіп жатты. Жарты жылдан соң келінімнің құрсағына нәресте бітіп, біздің бақытымызды еселеді. Мұнан соң біз келіннің бар жағдайын жасап, бұрынғыдай көп тірлік жасамауын қадағаладық. Бар жағдайын жасаған сайын ол еркеленіп, есіріп кеткен жоқ. Керісінше, біздің айтқандарымызға құлақ аса отырып, өмірге тұңғыш немеремізді аман есен алып келді. Бұрындары немерелерін айналып, толғанып, үсті-үстіне түсіп, бар айтқандарын орындап отыратын көршілерімді көргенде, не болды сонша еміреніп? Оны еркелетіп, сағызша созғанша өз алдына ойнатып, үйретпейсің бе деп, өзімше дана өсіп кететімін. Сонда олар, сенің бұлай айтуың әлі ерте, қарада тұр, өз немерең болғанда менен де бетер ызыр жүгіріп қызмет ететін боласың. Тіпті түн ұйқыңды 4 бөліп тосатындай кездерің болады деп күліп, немересін құшарлана бір иіскеп алушы еді. Сол сөздердің парқына немерелі болған соң жетіп жатырмын. Мен тіпті немеремді айналып толғанғанда көршілермен асып түспесем кем түспейтін шығармын. Отағасы екеуміз немереміз 2 айға толғанда қасымызға алып жататынды шығардық. Түнде анасының сүтін іздеп жыласа, келінді ертіп келіп еміздіретінмін. Әу баста емендеп алған соң ұлым мен келінім балаларынан күдер үзген болуы керек. Немереміз 1 жасқа толмай жатып, 2-ші рет құрсақ көтерді. Бұл хабарды да қуанышпен қарсы алдық. Сөйтіп, уақыт келгенде 2-ші немереміз де жарық дүние есігін ашты. Бұл кезде келіннің бар жағдайын жасап, баяғы бақытты күндерді сүре берер медік, егер келіннің мінезі аяқ астынан өзгеріп шыға келмегенде. Немереміз 1 жасқа келмей-ақ жүріп кетті. Жүрген бала тыныш отырсын ба? Ана затты да, мына затты да қолмен ұстап көріп, адам жүрмейтін жолдармен жүргісі келетінді шығарды. Оған барлығы қызық, барлығы таңсық. Айналасындағы дүниемен танысуды әрбір бүлдіршін осылай бастайтын түсінікті де шығар. Одан қала берді, бүлдіріп қирататындығы да бар. Қысқасы, немереміз тынымсыз болды. Атасы екеуміз артына еріп қара кешке дейін жүретінбіз. Кешкісін сілеп ұйықтап қалатынбыз. Бұл біз үшін еш қиын емес. Біз үшін ең қиыны келін әлі ақыл ойы даму үстіндегі немереміздің іс-әрекетіне ашуланып, біздің көзімізше таяқтың астына алып шыңғыртып тұрып ұратындығы. Әлі немереміз ештеңені байыптап үлгермейді ғой. Кіп-кішкентай бала ғой. Шырылдап жылағанына шыбын жанымыз үзіліп кетердей болып отырамыз. Немеремізді арашалап арасына түссек, келін ойына келген сөзді көңілімізге қарамай айтып салатын болған. Таяқ еттен, сөз сүйектен өтеді демекші, қаршадай келінің ауыр сөздері көңілімізге қаяу салдырғанын да жасырмаймын. Ақылмен талай рет айтқанмен құлақ асқан келін болмады. Өткен бір күні күйеуім, бәйбіше, бүгін бір қазаныңа ет салып, қамырдан тамақ берші, көп болды ғой жемегелі, сағынып жүрмін, деген соң, үйдегі бар сүрленген ет пен қасық қартаны қазанға салып, жақсылап кешкі асты өзім дайындаған болатынмын. Содан кешкі ас үстінде немерем байқаусызда дастарханның үстіне сорпаны төгіп алып еді. Келін әдеттегі әдетіне салды да, мұнда ата-енем отыр екен-ау деместен баласын бақтай жөнелді. Содан тамағымыздан ас өтпей барлығымыз үстел басында состиып отырдық та қалдық. Күйеуде, бізде, қойсайшы, ол әлі бала ғой, не біледі дейсің? Әдейі емес, байқамай төгіп алды ғой дегенімізге құлақ асқан ол болмады. Мейлі, бізді қойшы, сыйламаса сыйламасын. Тым болмаса жайылған ақ дастархан мен ерінің сөзіне құлақ асса болады ғой. Шектен шығып кеткен соң күйеуім үстелдің үстін жұдырығымен бір қойып, ашулы кейіппен ас бөлмеден шығып кетті. Содан берекеміз қашып, сол күнгі тамақ желінусіз қалды. Оны елеген келін болса мейлі ғой.
ертесіне таңертеңдім болмағандай асханада таңғы шайын дайындап жүр. Шыны керек, келінім барлық іске өте епті болғанымен соңғы кезде дайындап алдымызға қойған ас ауқаты да тәбетіміз онша тартпай жүр. Жеген күннің өзінде бойымызға сіңбей, тамағымызға бір нәрсе қадалып тұрып қалғандай күй кешеміз. Үйге қонақ келсе келіннің қас-қабағына қарайлап, қазір байқаусызда немереміз бір нәрсені бүлдіріп, сосын келін баланы шыңғыртып жұрт көзінше ұрмаса егеді деп іштей тіленіп отыратын болғанбыз. Мен баяғыда келін болып түскенде енем дәл біз сияқты тұңғышымызды өз бауырына басқан болатын. Содан бір күні қызым май пісем деп жалғыз сиырдың үстінен жинаған айранды күбіде тұрған жерінен ойнап жүріп төгіп алды. Қанша күнгі еңбегімді бірақ сәтте ойраңдаған қызыма ашуланып, байқап ойнамайсың ба деп жамбас құйрығынан бір қойған болатынмын. Соны көрген енем, сен балаға менің көзімше қол көтердің деп айлап сөйлемей, істеген тамағымды да ішпей жүріп алған болатын. Айналайын, апатай, мені кешіріңіз, қателік менен, енді ондай іс қайталанбайды деп жүріп, райынан қайтарып әрең жүрегін жібіткен едім. Сондағы енем, сен ол кезде баланы емес, мен ұрдың дегенде жүрегім дүрсілдеп, айтарға сөз таппай қалған едім. Содан кейін баланы кісі көзінше ұрмақ түгілі қатты дауыс көтере сөйлемейтін болдым. Егер тәрбиеге көнбей, еркелеп бара жатса, көзіммен ымдап түсіндіретінмін. Оған да көнбей бара жатса, тысқа шақырып алып, шыңғыртып ұрмастан бір-екі нұқып тәртіпке салып алатынмын. Сондай тәртіппен өскен ұл қызым бұл күнде жүзімді жерге қаратқан емес. Осыдан бірер күн бұрын немеремді алып, көршінің баласымен ойнасын деп үйіне ертіп барып едім. Көршілер шай ішіп отыр екен. Дереу төріне шығарып, дастарханын жаңалап жіберді. Дастарханға неше түрлі тәттілер қойылған соң балалар ойнасын ба, жанымызға қосарланып отыра кетті. Кенет сол үйдің баласы байқаусызда ыстық шайды алдына төгіп алды. Өзі күйіп шыңғырып, жылап жіберген балаға анасы, үнемі осылай қолбырап отырасың деп еңгезердей қолмен арқасынан дүңк еткізіп бір ұрғанда, баланың дыбысы дереу сөнді. Бірақ жаны ауырған баланың көзінен жастар ыршып жерге тамып жатты. Сол көріністен соң-ақ немеремді ерттім де дереу кері үйге қайттым. Үйге келіп, бұл келіндер не боп барады өзі деген оймен күн ұзақ ойланып жүрдім де қойдым. Мейлі, мен келінімді жөнге сала алмаған шығармын, бірақ менің жазған осы хатымды өзге келіндердің оқыры сөзсіз. Бәлкім менің де келінім оқып қалар деген үмітім бар. Соларға айтарым, баланы қандай жағдай болмасын кісі көзінше ұрмаңдар, дауыс көтермеңдер. Бәлкім сенің бала ұрып ашуларыңды басып жандарың рахаттанатын шығар. Ал біздің ол кезде жұдырықтай жүрегіміз ауырып, азаптанамыз. Қартайған шақта бізге мұндай азап көрсетпеңдерші. Нағиманың хатынан.